Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жазып. Орта Азия президенттері ішінде жалғыз халық сайлаған президент сол Қырғыздың президенті. Өзбектің президентін оны Каримовтың кезінде қойып кетті, оны Путин қойып кетті. Қазіргі президенті де сол Каримовтың ізбасары. Оны халық сайлаған жоқ, әділ сайлау болған жоқ. Тоқаевты Назарбаев қойып кетті. Сен ертең тағыңды босатасың, немесе өтірік өліп қаласың, өтіріктен жаңағы ауырып қаласың, сосын Дариғаға бересің деген планмен қойып кетті. Назарбаев Дариғаны тіке орнына қойып кетейін десе, халық көтеріліп кетеді деп, ортаға өтіріктен Тоқаевты қосып, сосын Тоқаевты өтірік өлтіріп, немесе өтірік ауыртып, сосын Дариғаны сақ еткізіп қоя қояйын дегенде, ортадан Путин ойнап кетті де, сол Назарбаевтың жоспары іске аспай қалып, Тоқаев сол беті қалып қалды. Тоқаев қазір Путиннің басыбайлы құлы, құлақ кесті құлы. Сондықтан Тоқаевты да қазақ сайлаған жоқ. Ал үшіншісі мына Түркменнің анау шизофрен жарымес есекбас диктаторы, әне біреу бұрынғы Түркменнің бірінші президенті, бірінші диктатор есекбастың орнына Путин мынаны әкеп қойды. Ал бұрынғы Түркменнің президенті оны Путин өлтірді, у беріп өлтірді. Мына президентті оны Путин қойды. Сен осы Түркменді басқар, мынау бет төкті, бәрімізді масқара қылды деп. Бұлардың бәрі сонымен ауырған. Мынау Назарбаевтың мына қаңтар қырғыннан кейін қазақтар қалай Назарбаевтың тасталқанын шығарғанын көріп, бұл шошып, оны жалма-жан ұлына тағым берді. Оның ұлын да ешкім сайлаған жоқ. Жаңағы ұлының аты Сердар ма бірдеңке. Сосын анау мерзімсіз мезгілге еңбек демалысына ұлынан рұқсат алып, ана шизофрен кетіпті. Ол да бір жүрген есекбас, оның ұлы да сол таққа сол отырған, ол да бір есекбас. Бұл да жаңа халық сайлаған жоқ. Орта Азиядағы бұл халықтардың, бұның бәрі былайша айтқанда бұл Құдайдың бір мейірімі түспеген халық болды ғой. Ал енді Тәжікстанның президенті ол туралы айтудың да өзі аса артық. Ол жерінің 40%-ын Қытайға сатып болды. Ана Горный жаңағы Таулы Бадахшан өлкесін бірақ беріп болды. Қытайдың армиясы тұр қазір Тәжікстанда. Қытайдан қарызды да. Мына Орта Азиядағы елдердің бәрі диктаторлық жүйе. Біреуін халық сайлаған жоқ. Жалғыз ғана Қырғызстанда мынау Қырғыздың президенттерін халық сайлап отыр. Енді мына қазіргі Қырғыздың президенті тым орысшыл, тым мәскеушіл. Ол сол өзі Қытайдан келген Қырғыздың баласы екен. Қытайдан көшіп келген Қырғызстанға сол Қырғыздың баласы екен. Тіпті мынау Қытайда Іле Қазақ автономиялы облысындағы мынау Текес жақтың қырғыз екен әуелі. О жақтың қырғыздар деген қазақпен қыз алып, қыз беріп, Бәленбай баласының шешесі қазақ, Түгенбай қызын қазаққа берген, келіні қазақ, күйеу баласы қазақ болып кеткен қырғыздар олар. Енді мынау өз тағына шығар шықпастан мәскеушіл болып сөйлеп кетті. Енді бұны да жақсы болып, қырғыз халқы үшін жақсы жұмыс істесе, қырғыз халқы оны орында тұрғызар. Бірақ бұны диктатор қылып алмаңдар. Бұны еркінсітіп, бұны мәскеушіл қылып, Мәскеудің дегеніне жүргізтіп қоймаңыздар. Егер жақсы болса көрерсіздер, жаман болса жұлып аларсыздар. Мен қырғыз халқына сенемін. Қырғыз халқына құрметім ежелден артық. Әсіресе мынау қырғыздар Қытайдағы қырғыз бауырлары тұтқындалғанын ести сала, жаңағы Қытайдың қырғызда алтын кен ашатын жұмысшыларын тырқыратып қуған күні Қытайлар шошып кетіп, Қырғызда түрмеде отырған 50 мың қырғызды босата салды. Міне сол ерлігінен бастап мен қырғыз халқына құрметім ерекше. Сол қазақтар сол Қытайда 500 000 қазақ қамауда отыр дегенде, ана сол күні түні Қытайға барып концерт өткізіп ақша тапқан әншінің бәрі үнсіз қалды, Құдай ұрғанда. Анау жайшылықта қаңылтыр кеудесін қаңғырлатып, қалқым қасағым дейтін ақын жазушының бәрі үнсіз қалды, Құдай ұрып. Міне 5 жыл, 6 жыл зарлап жүргенде бір әншіміз әрең бір тал ән шығарып еді, Шекара деген Ұшқын Жамалбек. Енді ол ән Қытайда тыйым салып, ол әнді бір-біріне таратқан, тыңдаған, телефонына сақтағанның бәрі сотталып жатыр екен. Міне қырғыз халқы аман болсын. Орта Азияның бүкіл басшылар туралы айтып болды. Менше сұрағыңызға жауап беріліп болды. Тағы қандай сұрақтар бар? Тағы қандай сұрақтар бар? Инстаграм жақсы екен. Мына Инстаграмдағы
жазулары бітеп, қолмен жылжытып отырып оқиды екенсің. Мына YouTube өзі қашып кетеді екен. Инстаграмда тағы қандай сұрақтар бар? Қазақстандағы имамдар жайлы. Мен оны айтып қойдым. Оның көбі нұр имамдар. Енді әрине былғанбаған, таза дінмен берілген, таза тақуа, құдайдан қорқатын имамдар жоқ емес, бар. Бірақ анау жоғары жағында тұрған, дөңкитіп дәу джип мініп, бәленбай жерде тойхана, ресторан ашып, бәленбай жерді алып, 4 тоқал алып, 4 тоқалына 4 коттедж, 4 квартира алып беріп, 4 джип алып беріп, шалқып жүрген тура ана дәу мешіттердің дәу имамдары, дәу мәшине мініп жүрген. Ол имамдардың бәрі нұр имамдар. Олар бұл дүниеде имам, бірақ ол дүниеде олар енді Алланың әділ сұрағына душар келетіндігі анық. Ешкім қашып құтылмайды олар ондай сұрақтан. Жалпы бұл дүниелігін ғана ойлап жүрген имамдар көп. Біз оларды нұр имамдар дейміз. Сондықтан мына қаңтар қырғынында қор болған, мүгедек болған, ұрған, ауру болған, қазір емделейін десе, операция жасайын десе, ақша таппай отырған бәленбай адам бар. Сол адамдардың бәрін біз мына ақпараттарын жарияладық. Осы алда ораза айы келетінде біз солардың барлығының жеке есепшоттарын жариялаймыз. Әрқайсының жеке есепшотын жариялаймыз. Сондықтан мына пітір садақа беретіндер сол анау әбден қарны тойып, дәу джип мініп, шетірейіп, шенденіп жүрген дәу мешіттердің дәу имамдарын байыта бергенше, сол нағыз қаңтар қырғынында қор болғандарға арнап садақа беріңіздер, пітірлеріңізбен. Тіке бетінен танысаңыздар, барып қолдарыңызбен беріңіздер. Ал сосын тағы бір жерде бір нәрсе айтамын. Ешқандай делдалды ұйымға ақша бермеңіздер. Біреулер джип, сол мұқтаж адамдардың өздеріне беріңіздер. Және біз солардың, сол мұқтаж адамның өзінің атындағы, жұбайының атындағы есепшоттарын жарияласақ, соған беріңіздер. Кім екенін біліп, тексеріп барып беріңіздер. Ортадан осындай кезде делдалдар пайда болады. Аталмыш, содан жиып олар береміз дейді. Ол оның қаншауын береді, Құдай біледі. Сондықтан шынайы мұқтаж адамдар жылап еңіреп, видеоға шығып, қаңтар қырғында мүгедек болған, қор болған, таяқ жеген, операция анау мынау жасатайын десе ақшасы жоқ болғандарға тіке көмектескендеріңіз абзал. Міне, анау пітір садақа дегеннің бәрін мешітке беру міндет емес. Ол міндет емес. Мұқтаж адамға тіке беру, ол өзіңізге ол көбірек сауап болады.